Ассалаумағалейкум ардақты ағайын, кеш жарық қадірлі хандар мен мырзалар. Аллаға шүкір, бүгін еліміздің оңтүстік астанасы арайлы Алматы қаламыздың төрінде баршамыз асыға күткен әкеміз бен анамыздың мерейлі мерейтойына жиналып отырмыз. Келген қай-қайсыларыңызға да ханға лайық құрметпен қош келдіңіздер. Осыдан 40 жыл алдын қол ұстасқан қос ғашығымыздың тұғыртасы мықты, қуаныштары құтты болсын деп неге қол соқпаймыз ағай? Той құтты болсын! Бұл қазақтың тойы ақ батамен басталады, ол ортаға әзілдер тасталады. Астан алып ағайын сусыннан ішіңіздер, жаманнан жарты қасық ас қалады. Бүгінгі кешімізге арнайы келіп отырған Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Жұбаныш Жексенұлын қарсы алайық ағайын. Эстрадамыздың легендалары Дос Мұқасан ансамблі. Сұрайыншы, біздің әкеміз қандай адам? Бір ерекше бір жақсы комплимент айтқан кісілерге түрлі тосын сыйларымыз бар, сол бір сый-сияпаттарымызды табыстайтын боламыз. Әкеміз қандай адам? Бойында қандай жақсы қасиет бар? Кім айтады? Салмақты. Әкеміз салмақты. Енді салмақты екенде ешқандай талас жоқ. Біздің Амирлан мен Жамиля да ән айтып атқан кезде өте салмақты, бір күлген жоқ. Әкеміз бен анамыз қай жылы, қай жерде, қай күні үйленді? Әкеміз бен анамызды кім таныстырды? Кім? Осы қыз. Осы қыз. Әпкеміздің есімі әрине Ділбар әпкеміз. Енді сіз сұраққа сіз жауап бердіңіз, сол себепті сый-сияпатты өзіңізге біздің әпкеміз Ділбар ханымға таныстырғаныңыз үшін мына сый-сияпатты беріп қояйын. Тағы да бір қызықты ақпаратпен бөлісейін. Мен қателеспесем, біздің Ділбар ханым біздің анамыздың группаласы болғансыз. Иә, группаласы болғансыз. Содан кейін өзіңіздің группаңыздағы сұлу деп осы кісіні танып, ағаңызбен таныстырған болып тұрсыз ғой. Аллаға шүкір, біздің Ділбар ханым болмаса, Ділбар ханым таныстырмаса, бұл той болмас еді ғой ағайын. Сол үшін әпкемізге қол соғып қойыңыздар Ділбар ханымға. Біздің әкеміз бен анамыз танысқаннан кейін әкеміздің анамызға берген алғашқы сыйлығы. Қандай сыйлық? Сақина. Сақина. Қандай сақина? Алтын. Браво! Дұрыс емес. Кітап. Қандай кітап? Абай жолы. Абай жолы. Сонда роман берген болып тұр ғой. Негізі кітап деген жауабыңызды қабылдаймыз, бірақ Абай жолы емес. Әкеміз Алтынбектің асыл сөздері деген кітапты сыйлаған анамызға. Біздегі соңғы сұрақ. Әкеміз бен анамыз үйленген кезде ол кісілердің тойларында хит болған музыка. Қандай ән хит болды? Наташке 30 лет, и я ей дарю цветы деген. Вот сейчас точно не могу вспомнить. Сіз тойда болдыңыз ба өзіңіз? Тойда болған адам сияқтанып айтып жатыр ғой бұл кісі. Бонем, Абба болса, білмеймін енді, екеуін біреу. Негізі жақындадыңыз. Ол кезде Бонем тобының әні өте қатты хит болған, сол себепті ағамызға қол соғып қояйық. Браво! Рахмет, қадірлі хандар мен мырзалар. Мына жердегі барлық сұрақтарға ат салысқан, жауап берген сыйлы кісілерге, қадірлі қонақтарымызға қол соғамыз, қошемет соғамыз. Той құтты болсын тағы да ағайын. Бүгінгі кешіміздің арнайы қонағы Алишер Каримов. Қаттырақ қол соғып, қошемет жасап қойыңыздар. Кешіміздің арнайы қонақтары Беркут пен Аиша.
көп рахмет сіздерге. Құрмет, Қуаныштарыңыз қошемет. құтты болсын. Мадина Садвакасова. Хандар мен мырзалар, Асқардау әкеміз бен аяулы анамыз қатарымызда. Енді бүгінгі кештегі сіздерге дайындаған тосын сыйларымыздың тағы бірі сіздерге арнайылап еліміздің ең үздік кондитерлерінің қолынан тәтті тағам торт дайындадық. Рұқсат болса, торт студио қарсылайық. Арнайы қадірлі қонақтарымыздың бірі сіздердің құрмет қошеметтеріңізбен Асылбек Еңзепов ағамызда қарсылайық. Бір құдірет бізді өмірге жолдайды. Біз өмірді түсінбейміз сол қайғы. Туа сала таудай бақыт күтеміз, ал шынында бақыт үлкен болмайды. Лүпілдеген тамырындай шекенің жеке тәулік, жеке сағат, жеке күн. Үлгермейміз, түсініп те байқап та кейбір сәттің нағыз бақыт екенін дейді. Мен осы тұста сіздердің шексіз бақытты екендеріңізді бір естеріңізге салғым келді. Бұл бақыт деген адамның басына екі түрлі жолмен қонады деседі. Кейде бақыт адамның басына тауып қонады, ал кейде бақыт адамның басына ауып қонады дейді. Тауып қонған бақ адамды есейтеді, ауып қонған бақ адамды есіртеді дейді. Мен Аллаға сансыз шүкір, біздің той иелерінің жан ұясын, біздің әулетті көріп, бастарына бақыт тауып қонған екен деген ниетке келдім. Тағы да тойларыңыз тойға оласын. Бүгінгі кешті тізгіндеген сырдың елі, жырдың елі, Қызылорданың тумасы Еркінбек Шанжархан ұлдарыңыз. Мен болам, маған да бір қол соғып қойсаңыздар жарасады. Рахмет!